Сәлем достар, бүгінгі шығарылым ұстаздарға және де ата-аналарға арналады. Бірінші сыныпқа барған оқушы әріпті танығанмен әріптердің басын қосып оқи алмауы мүмкін. Сол оқуды жетілдіру үшін арналған методиканы сіздерге ұсынамын. Әліппенің бастапқы 5 әрпі А, Р, Л, У, Н. Яғни бірінші қадам бізде әріптерді тану және де дұрыс айту. Екінші қадам ашық буындармен жұмыс жасау. Ашық буындар дегеніміз не? Ашық буын дауыссыз дыбыстан басталып, дауысты дыбысқа аяқталатын буындар. Дауыссыз дыбыстарды көк түспен, дауысты дыбыстарды қызыл түспен белгілеп қойғанымыз жөн, балаларға түсінікті болу үшін. Балаға буынды оқытып үйреткенде Р, А, Ра деп оқыту ол қате. Балалар әріпті таниды. Сондықтан біз өзіміз бірінші оқытып көрсетеміз. Ра, Ла, Уа, На, Ру, Лу, Ну. Әріптеп оқымаймыз, буындап, бірден қосып оқытып үйретеміз. Үшінші қадам тұйық буындар құрау. Тұйық буынмен жұмыс жасаймыз. Тұйық буын дегеніміз дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталады. Бірден буындап оқуды үйретеміз. Ар, ал, ау, ан, ур, ул, ун. Төртінші қадам бітеу буындармен жұмыс жасау. Бітеу буын дегеніміз дауыссыз дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталады. Яғни ортасында дауысты дыбыс болады. Бала ашық буынмен жұмыс жасағанда на деген буын есінде қалады. Яғни бітеу буынға келгенде на деген есінде, соған рны қосып үйретеміз. Нар, лар, рал, нан. Бұл тапсырмаларды бірнеше күн бойы қайталап жұмыс жасауымыз керек. Балалар 4 қадаммен жұмыс жасап болғаннан кейін осындай карточкаларды берсеңіздер болады. Мына жақта бір буын 4-5 рет, екінші буын 3-4 рет қайталанып кеткен. Яғни осының ішінен балаларға тапсырма береміз. Мысалға, ру деген буынды мына буындардың ішінен тауып қызыл түске боя. На деген буынды көк түске боя дейміз. Балалар бір-бірімен жарысып басыға әр торкөзді белгілі түске бояп шығады. Даярлық сынып пен бірінші сынып әлі де ойын баласы болып табылады. Ойыны қанбаған бала білімді құштар болмайды. Сондықтан сабақтың ортасында ойын ойнатып отқан жөн. Мысалға, мына ойынды ұсынамын. Осындай үлгідегі суретті әр баланың алдына бір-бір данадан қойып шығамыз. Және де белгілі бір сұрақтар құрастырамыз. Мысалға, 10 сұрақ. Бір аптада 7 күн бар. Егер дұрыс болса, я болса, я деген алақанды басады, жоқ болса, жоқ деген алақанды басады балалар. Бір жылда 3 мезгіл бар. Балалар жоқ дегенді басу керек. Дұрыс болмаған сұрақтың дұрыс жауабын міндетті түрде сұрап, қорытындылап аламыз. Р дыбысы дауыссыз дыбыс. Балалар я деген алақанды ұстайды. Яғни әр баланың деңгейіне қарай өткен тақырыпқа байланысты сұрақтары құрастырамыз. Ол пікір дұрыс болса я деп, бұрыс болса жоқ деп алақанды ұстайды, таңдайды. Балаларға буындап оқытуды үйрету барысында осылай ойын түрінде ұйымдастырсақ болады, балалар қызыға атқарады. Яғни мына көлікке балалар кәнекей көмектесерек, ол А бағытынан Р бағытына жету керек деп бізде дауысты дыбыстарды созып айтып, ар, ақ, ай, ал деп өз бағытымызға жетеміз. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып жазылуды ұмытпаймыз. Алдағы уақытта көптеген керекті ақпараттар шығады.